Саламатсыздар ма балалар? 2-ші сынып математика 25-ші сабақ. Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептер. Бүгінгі сабақта өтетін тақырыбымыз. Сабақты бастамастан бұрын балалар алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Каналдан 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптың математика, қазақ тілі пәндерінің үй жұмыстарын көріп, бірге орындасаңыздар болады. Енді балалар бірінші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында. Бізге 2 бағанда берілген, осы 2 бағанда бірінші бағанға қарайық, 3-ке арттыр дейді. Яғни 7, 15, 26 және 45 сандарын 3-ке арттыруымыз керек. Ал 2-ші бағанда керісінше 8-ге кемітуіміз керек берілген сандарды. Енді 7-ні 3-ке арттыру дегеніміз ол, яғни арттыр деген бұл жерде қос, кеміт деген азайт деген мағынаны білдіреді. 7-ге 3-ті қоссамыз 10 болады, 2-ші 15-ке 3-ті қоссамыз 18 болады, 26-ға 3-ті қоссақ 29 болады және 45-ке 3-ті қоссақ 48 болады. Келесі 2-ші баған 78, 8, 24, 36 сандарын 8-ге кемітуіміз керек. Бірінші 78-ден 8-ді азайтамыз 70 болады, 2-ші 8-ден 8-ді алсақ 0 болады, 24-ден 8-ді алсақ 16 болады, және 4-шісі 36-дан 8-ді азайтсақ 28 болады. Келесі 2-ші есептерді шығар. Менде 12 бетбелгі, ал досымда менен 2-і кем бетбелгі бар. Досымда неше бетбелгі бар дейді. Енді шартын құрамыз. Менде 12 бетбелгі, досымда белгісіз, бірақ маған қарағанда 2-і кем. Сонда шешуі бұлай болады. Менде 12 бар, ал досымда белгісіз, бірақ маған қарағанда 2-і кем деп тұр ғой. Сол үшін де кем болғандықтан, яғни 12-ден біз 2-ні азайтамыз. Сонда 10 болады. Жауабы досымда 10 бетбелгі бар. Келесі 2-ші есептің 2-шісі, яғни әсі. Досымда 10 бетбелгі, ал менде одан 2-і артық бетбелгі бар. Менде неше бетбелгі бар дейді. Есептің шартын құрамыз. Досымда 10 бетбелгі, менде белгісіз, бірақ досыма қарағанда 2-і артық. Сонда бұл жерде досында 10-ы бар екен, ол өзінде қанша екенін білмейді, бірақ досына қарағанда 2-і артық екенін біліп тұр. Сонда біз шешуінде 10-ға 2-ні қосамыз, сонда 12 болады. Жауабы менде 12 бетбелгі бар. Келесі бізде 3-ші есеп. Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз дейді. Әсет 37 жолды дәптер және одан аға артық торгөз дәптер сатып алды. Әсет неше торгөз дәптер сатып алды дейді. Есептің шартын құрамыз. Жолды дәптер 37, торгөз дәптер белгісіз. Бірақ осы жолды дәптерге қарағанда торгөз дәптер аға артық дейді. Сонда шешуі біз 37 плюс А деп жазамыз. Яғни жауабы да 37 плюс А болады. Енді осы есепке кері есеп құрастыруымыз керек, торгөз дәптер бұл жерде А қосылғаны 37 деп аламыз. Ал жолды дәптер белгісіз, бірақ торгөз дәптерге қарағанда Аға кем екен. Сонда шешуінде біз А қосылғаны 37-ден жолды дәптерді алып тастаймыз, Аны. Сонда жауабы 37 болады екен. Келесі бізде 4-ші есепті шығар. Әсеттің 29 торгөз дәптері бар, ал жолды дәптерлерінің одан 16-сы артық. Әсетте неше жолды дәптер бар дейді. Сызба берілген, бізде қараңыздар. 29 торгөз дәптер, ал жолды дәптер белгісіз, бірақ 16-сы артық. Жолды дәптер табуымыз керек. Сонда есептің шартын құрамыз. Торгөз дәптер 29, жолды дәптер белгісіз, бірақ торгөз дәптерге қарағанда 16-сы артық. Сонда біз торгөз дәптерге 16-ны қосамыз, торгөз дәптердің санына. Сонда шешуі 29-ға 16-ны қосқан кезде 45 болады екен. Жауабы әсетте 45 жолды дәптер бар. Келесі бізде 5-ші есепті шығар. Әсеттің 45 жолды дәптері бар, ал торгөз дәптерлерінің одан 16-сы кем. Әсеттің неше торгөз дәптері бар дейді. Есептің шарты беріліп тұр, бізде қараңыздар. Жолды дәптер 45, торгөз дәптер белгісіз, бірақ жолды дәптерге қарағанда 16-сы кем. Сонда шешуінде біз 45-тен 16-ны азайтамыз. 45-тен 16-ны азайтсақ 29. Сонда есептің жауабы әсетте 29 торгөз дәптері бар екен. 6-ші есептің сызбасын сал және оны шығар. Әйгерімнің түрлі түсті 34 қарындашы және одан 18-і кем қаламы бар. Әйгерімнің неше қаламы бар дейді. Есептің шартын құрайық. Қарындаш 34, қалам белгісіз, бірақ қарындашқа қарағанда 18-і кем. Сонда біз шешуінде 34-тен 18-ді азайтамыз.
34-тен 18-ді азайтсақ 16 болады. Жауабы Әйгерімнің 16 қаламы бар екен. 7-ші есеп, кел ойнайық. Өрнектердің мәнін тауып, әр баланың оқу құралын анықта дейді. Бізге желім, сызғыш, дәптер, қаламсап, сөмке және альбом берілген. Қыздың қолында және баланың қолында сандар бар. Осы өрнектерді шығарып, қайсаң кімге дұрыс келеді, соның, яғни оқу құралы болады екен. Енді шығарып көрейік. Бірінші желім тұрған өрнекке назар аударайық. Яғни желімнің астындағы 25 қосылған 30. 25-ке 30-ды қоссақ 55 болады. 55 бұл қыз ұстап тұрған плакатқа келеді. Яғни қыз баланың құралы осы бірінші желім болады екен. Екінші сызғыш, 84 азайтылған 50. 84-тен 50-ді азайтсақ 34 болады. 34 баланың ұстап тұрған плакатына сәйкес келеді, яғни сызғыш ол баланың құралы екен. Келесі бізде дәптер, 60-тан 30-ды азайтамыз. 60-тан 30-ды азайтсақ 30 болады. Ол қыз ұстап тұрған плакатқа сәйкес келеді. Демек, қыз баланың құралы екінші құралы қыз баланың бұл дәптер болады екен. Үшінші бізде альбом, 27-ге 40-ды қосу керек. Біз 27-ге 40-ды қоссақ 67 болады екен. 67 ол баланың қолындағы плакатқа сәйкес келіп тұр. Демек, ол баланың осы құралы альбом екен. Келесі бізде 18-ге 8-ді қосамыз. 26 бұл сөмке. Сөмке бұл ол баланың құралы. Одан кейінгі ең соңғы бізде 25-ге 7-ні қосамыз. 25-ге 7-ні қоссақ 32 болады. 32 қыз баланың қолында плакатқа сәйкес келеді. Демек, қыз баланың құралы қаламсап. Енді түгендеп өтейік. Ұл баланың құралдары сызғыш, альбом, сөмке, ал қыз баланың құралы желім, дәптер, қаламсап. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.